Ассалаумағалейкум, таргетинг сабағы екінші бөлім, екінші видео. Біз кеше таргетингге мына жазбаны жіберген болдық, яғни біз кеше таргетинг жіберуді үйрендік, қалай жібереміз, қалай төлем жасаймыз. Мен ойлаймын, сіздер жібердіңіздер деп, өйткені жібермесеңіздер енді білмедім ол. Бүгін жіберсеңіздер енді өте жақсы болар еді, өйткені бүгін жаңа пост, яғни жаңа жазба, жаңа баннер, жаңа текстпен біз басқа постты реклама жіберіп көреміз. Мен уже текстпен баннер дайындап қойдым. Қазір осыны жіберетін боламыз. Кешегі мен жіберген публикация міне осы бір күн жіберілді, $2 кетті, маған 2 адам жазды. Қанша лайк келген білмедім, нақты есептемедім өйткені. Сосын бұл, яғни бүгін 2 адам жазды, бұл нормально, яғни аудитория дұрыс таңдалынған десе де болады. Енді біз осыны сол жаңа аудиторияға мына баннерді істеп жібереміз. Маған баннерге келетін болсақ, маған баннер онша ұнамай тұр, білмеймін, өзгертемін, өзгертпеймін, ол жазған адамдарға байланысты болады. Қазір бюджет туралы айтайын. Мысалы, сіздің жіберетін ақшаңыз жаңағы мен 5 теңге қоятын болса, 5 теңге сол тауардың ақшасын ақтау керек. Яғни сізге келетін пайда сол 5 теңге ма, 5 теңгені қою керек. Мысалы, сіз наушник сатасыз да, наушниктің бағасы сізге таза қалатын ақшасы 1000 теңге деп аларық. Сол 1000 теңгені рекламаға жібересіз. 1000 теңгені сізге мысалы күніне бір 5 немесе 10 адам жазуы мүмкін. Соның 10 адам жазса, соның 2-і алуы мүмкін. Яғни сіз 2 адам алғаннан кейін 1000 теңге реклама кетсе, 1000 теңге өзіңізге пайда қалып тұр. Яғни сіз осыны ескеруіңіз керек. Мен осыны ескеріп, реклама 5 теңге қойып жатым, маған таза табыс ететін пайда осы 5 теңге болып тұр. Сондықтан мен қазір осыны жіберем рекламаға. Сосын қалай көреміз. Одан кейін баннерге келетін болсақ, бізде баннер жарқын, ашық түсе болу керек, яғни адам тартуы керек. Енді нақты дизайнер жақтап жалдап істетуіңізге болады, бірақ қарапайым суреттер істеуге болады. Бұрында мен де істегем. Онша емес дизайн еді, әрине ол. Қазір көрсетейін. Типа осындай болады, бір тауардың суреті, акция деп қоятын ем, бағасын қоятын ем. Бірақ сол кезде де адамдар жазатын, яғни бұл баннерде негізі жазатын адам, алатын адам бәрі алады деген әңгіме ғой бұл нағызы. Егер баннер қолдарыңыздан келмесе істеу, осылай істесеңіздер де болады, бұлар келеді, яғни мен сол кезде істедім, сол кезде адамдар жазды, яғни бұл қазіргі күнде де істеп жатыр, бұл мүмкіншілік бар, яғни жазады деген сөз. Қазір осыны реклама жібереміз, қалай болатын көрейік енді. Менің ойымша нормально болады деп үміттеніп отырмын. Егер болмаса, мен мына баннерді өзгертемін. Ал ендеше бісміллә деп бастайық, продвигать деген батырманы басамыз. Естен шығып кетті тағы. Сосын біз баннерге келдік қой. Баннерде көп сөз болмау керек, яғни 2 сөз, яғни бір үлкен сөз, міне ауызашар зәм-зәм суымен. Одан кейін осы ең үлкен сөз, главный осы сөз адамның көзіне түседі, одан кейін астында сөз, ауызашарда, яғни оның шрифті кішкентай болу керек. Одан кейін бағасы немесе болды. Басқа артық не керек жоқ, яғни сөз керек жоқ. Үлкен главный сөз, заголовок деп аталады. Көп болмау керек. Сосын кішкентай азғандай дескриптор, оның астындағы тауар туралы азғантай сөз. Сосын мынаяқта бізде описание кетеді тауардың. Баннерде көп сөз болмау керек. Аз сөз болса нормально жүреді ол. Одан кейін описание келетін болсақ, біз тауар туралы айтамыз, яғни тауар неге алу керек, неге тауардың бағасы жақсы, қандай артықшылықтары бар, қандай бізден басқа конкуренттерден біз неге тиімдіміз деген секілді нәрселерді осы жерде айту керек. Оқыған адамға оңай болу үшін біз смайликтер қолданамыз. Міне смайликтер қолданып шықтым. Қазір көрсетейін. Мынандай осындай блокноттарда арнап, бұл жерде мен дайындап аламын сөздердің барлығын. Тауар туралы. Сосын смайликтерді қойып шығам, барлығын әрлеп, барлығын қарап шығам. Тауар туралы жазам, тауардың артықшылықтары, мынау қандай нәрсе береді, яғни пайдасы деген секілді. Сосын белгі бір цитата, үлкен мысалы, кітап болатын болса, кітап туралы бір үлкен адамдардың цитатасын жазсаңыз болады. Осы адам оқыған деген секілді. Сосын тауардың соңында бағасы, сосын призив тесте болу керек, соңында дәл қазір сатып алыңыз, біз сізге тек бүгін, яғни уақытын жазсаңыз болады, бүгінгі күннің уақытын. Скидка, жеңілдік береміз, мынандай осындай болып жатыр, тағы басқа призив тесте, не үшін дәл қазір, неге дәл қазір сатып алу керек деген секілді бір нәрсені қою керек. Біз егер ондай нәрсені қоймайтын болсақ, біздің рекламамыз көреді, ол адам, ол жақсы екен, ақшасы бар ол адамның, бірақ
неге дәл қазір сатып алу керегін білмейді. Мен кейін сатып аламын дейді да, есіне шығып кетеді. Егер бір қазір призивті есте қоятын болсаңыз, дәл қазір сатып ал, 5000 теңге ма, мен саған 2500 теңге берем, скидкамен аласың, үйіңе жеткізіп берем, дәл қазір жеткізіп берем. Вот міне призивті есте болады осы. Егер ешқандай призивті есте болмаса, сіздің ақшаңыз құр бекер кетеді. Яғни призивті есте бұл дәл қазір мына бәрін оқып келді. О, жақсы, клиент жаңа көреді сөзіңізді, мынандай жақсы екен дейді да, астына келеді. Ешқандай, яғни сөз болмаса, соңында сатып ал, дәл қазір сатып ал, подробнее деген батырман басты, маған кіріп WhatsApp-қа жаз, мен саған түсіндірем, анау деп осындай призивті есте қоймайтын болсаң, бұл сенің рекламаң босқа кетті деген сөз. Сондықтан призивті естен қоямыз, сөз описанияның ең астында болу керек. Енді дәл қазір бісміллә деп продвигать деген батырманы басамыз, кеттік. Ваш сайт дегенді қойық, мына жерге редактировать деген басамыз, подробнее дегенді басамыз. Окей. Так, менде призивті есте қазір жоқ. Мен осыны қазір қойайын. Міне дәл қазір батырмасын басып тапсырыс беріңіз. Міне осылай, осы сөзді қазір көшіріп алайық, қайттан өзгертеймін, көшіріп аламыз. Телеграмда Text for Instabot деген бот бар. Осыған абзацты қоямыз да, арасын ашып жібереміз. Сосын бізге текстті қайта жібереді. Мына орны ашық жерлер біз қойған кезде дәл осылай қалады. Егер біз текстті дайындап алып жаңа ботқа жібермейтін болсақ, яғни ботқа жібермей сразу Instagram салатын болсақ, мына жерде ашық жоғалыр ғой абзац. Бұл абзацтар өшіп кетеді автоматты түрде. Сондықтан біз абзац өшіп кетсе, адамға оқуға қиын болады. Сондықтан көп адамдар еншекті ұстап, жақау ұқсап оқымай кетеді. Жақсы, кеттік, бісміллә деп бастайық. Продвигать деп батырмасын, ваш сайт дегенді басамыз, редактировать деген басамыз, подробнее деген басамыз. Окей, далее. Енді жаңа біз дайындалған кешек аудитория, маған айттым, 2 адам жазды, яғни 2 адам жазса, мен реклам аудиториям дұрыс дегенді алғанды басамыз. Бюджетті қоямыз, қазір $5 күніне, қазір мен өзіме пайда бойынша, яғни ақшаны дұрыстап алайын. Жақсы, менің өзім бюджетіме байланысты, қаражатыма байланысты $3 қоям, 3 күнге жіберем. Так, привізінің ақпат 3388 дейді, $9 3 күнге дейді. Енді далее басамыз. Окей, создать промоцию басамыз. Біздің рекламамыз кетті. Ертең қандай результат көрсететінін көреміз, енді қандай болатын. Егер бір күннің ішінде нормальный результат болмаса, бұл баннерді өзгертем. Баннерді өзгерткеннен кейін де болмаса, мен сөзді өзгертетін боламын. Жақсы, енді сіздерде дәл осылай жасаңыздар, баннер жасап, текст жасап, призивті есте қойып, сөздердің арасын ашып, бағасын жазып, рекламаға жіберіңіздер. Осымен бізде таргетинг сабағы аяқталды, яғни біз барлығын осымен аяқтадық, яғни сіздер парақшаны дұрыстадыңыздар, профиль барлығын қойып шықтыңыздар, байланыс сілтемесін жасадыңыздар. Енді біз таргетингті үйрендік, яғни 2 күнді арнадық бұған. Бүгін соңғы күн. Сонымен мен сіздерден сұрарым, маған обратный связь жазып берсеңіздер болады. Яғни мен сіздерге пайдам тисе, яғни бір нәрсе үйренсеңіздер, маған рахмет деп, яғни үйрендім немесе үйрендім. Егер үйренсеңіздер, үйрендім деп жазып маған жіберсеңіздер болар еді. Егер ештеңе үйренбесеңіздер, әрине сіздерден талап етпеймін, жазып беріңіздер деп. Ендеше сау болыңыздар, менің парақшамда көріскенше.